Ассалаумағалейкум достар, сіздермен мен жақсымен жаман арнасы достар, қалайсыздар? Короче достар, мен бүгін пирамида жайлы айтатын боламын. Я бұл пирамиданың шындығы ашылмаған. Және де мен бұл пирамида жайлы өз ойымды айтатын боламын. Пирамиданың ішінде адам сеніңіз заттар бар, я оның ішіне кірсеңіз сразу уланып өліп қаласыз, я. Және де оның ішінде біле білсеңіз көбісі айта кетеді, ана кімдер перғауындардың өлген мәйітін қойып қояды деп, иә. Әр перғауынның мысалы аттың басын киіп алатындар бар, сондай перғауындарды, ол перғауындардың өзінің несі бар, иә. Және де достар, артында дауыстарға мән бермеңіздер. Және де бұл қазір пирамиданың тастарын көтеруді айтсаңызшы, бұл неше түрлі тастар. Және де мына ит сияқты жатып тұрған бастың тасын адамдар өзі оларды әрең көтерген. Себебі оның ауырлығы кірпіштен де 10 есе ауыр екен. Және де достар, бұл пирамиданың салуыны өзі ерекше. Себебі бір кірпішті оның үстіне қоясыз қой, оның үстіне емес, оның қасының үстіне қоясыз қой, оның өзі құлап кетеді. Короче достар, сіздермен болған жақсы мен жаман арнасы, қоршау аман, жақсы болыңыздар.